халықтың өзіндік салт санасы, елдік рухы, алдымен оның тілінде таңбаланады. Тілдің мемлекеттік мәртебесін нығайтудың қазіргі таңдағы басты мүмкіндігі оның танымдық қызметін ашу, сол арқылы ұлттық құндылықтарды көрсету. Әйелдің сырт киімі, қамқа тон. Поляр түлкісінің пұшпағынан тігіліп, зерлі қамқамен тысталған әйелдің сырт киімі. Иық тігісі қиғаш түскен қондырма жеңді. Жиын қиықтан құрап, ұзын бойынан екі жерден қусырған. Артқы бойынан үш бой матаның енімен алған жақтау қусармалары белінде тынап тігілген қиық қатпарлары бар. Қайырма жағасы етегі, өңірі және жеңі құндыз терісінен тігілген. Бешпент, күнделікті жеңілдеу тігілген үсті киімі. Оны үлкен кісілер, әйелдер, балалар да киетін ортақ сырт киім. Бешпент пішімі тік, ұзын жеңді, кішкене жолақ жағасы өңірмен бірігіп тігіледі. Бешпенттің астарымен ойма қалтасы болады. Жағасы жеңі және екі өңірі ұзын бойы орқыланады. Күпі, қой жабағысы ақ матаға қабылып алынған соң, жасыл жібектен жасалынған тысқа бидайылып салып, ұзын бойынан қабаттап, сырып тігілген әйелдің сырт киімі. Жағасы тік, жеңі қусырып, жең ұшына қарай сырып тігілген. Өңірі жағасы және жең аузы қызыл күрең барқытпен көмкеріліп, оқамен жектелген және су күзеңнің терісімен жорымталған. Шапан, күнделікті киеске арналған киімдер қарапайым, ыңғайлы етіп тігілсе, сән салтанат, жиын тойларға арналған түрлері одан күрделірек. Ерекше сәнді етіп, нәзік талғанмен інжу маржан, меруерт, ақық, шыны моншақтармен әшекейленіп, жібек, алтын, күміс жіптермен кестеленіп тігілген. Ішік, қазақтың ұлттық киімдерінің бірі. Оны елтірден, сексеннен, әртүрлі аң терілерінен тігеді, сырты матамен тысталады. Ішік ұзын тон етіліп тігіліп, терісі сыртқа қаратылып, астар салынып тігілетін болған. Ішек тігілетін терінің түріне қарай елтірі ішік, сеңсең ішік, қасқыр ішік, түлкі ішік, пұшақ ішік, ораман ішік, бұлғын ішік, тағы басқа деп аталады. Дақа, тұлып сияқты, бірақ жүн сыртына қаратылып, іші астарланып жасалатын ежелгі қысқы киім. Пішім ішіктің үлгісіне ұқсас. Оны соғымға сойылған төбеті қалың, қылшығы ұзын серкенің терісінен немесе тау ешкінің терісінен қылшығын сыртына қаратып, тонның сыртына киетіндей етіп тігеді. Дақыны қарлы боран, аязды күндері ұзақ жолға шыққандар мен жылғы күзететіндер сырт киім сыртынан суықтан қорғану үшін киген.